Баршаңызға сәлем достар, шоколад қосылған печенье дайындаймыз. Ол үшін ерітілген сары майға қантты қосып, иісін келтіру үшін ванильді қант және аздап тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. Үлкендеу ыдысқа ерітілген сары майымызды құйып, үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарып араластырамыз. Ұнға қопсытқышты араластырып, ерітілген сары майдың үстіне електен өткізіп саламыз. Қатты қою емес, қамыр илеуіміз керек. Ұнды бірдестен барлық көлемін салып жібермеңіздер, аз-аздап қана қосамыз. Кез келген шоколад түрін қолдансаңыздар болады. Мен Қазақстан шоколадын қостым. Барынша ұсақтау етіп турауға тырысыңыздар. Дайын болған шоколадымызды қоспамызға салып араластырып аламыз. Пергамент қағазына қасықпен салып, араларын ұзақтау, алыстау етіп сала беріңіздер, өйткені ол піскен кезде ісініп өз көлемі үлкейеді. 170 градуста 12-15 минутта духовкаға салып пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді, тәбетті ашатын печеньеміз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Достар, каналдағы видеолар ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Әрбір пікіріңізге өте қуаныштымын.